Қала тазалығы мәдениеттіліктің өлшемі. Дамыған шетелдерде тазалық мәселесі түбегейлі шешімін тапқан. Мәселен, Сингапур мен Малайзияның тұрғындары бұл жағынан өте ұқыпты. Егер көшеге адам темекі тұқылын тастаса, $200 көлемде айыппұл төлейді. Ал көліктің дөңгелегі кір болса, $500 төлеуге міндеттісің. Сондай-ақ Германияда тазалықты таңнан кешке дейін комиссиялар қадағалайды. Ережеге бағынбайтындарға заң қатал екені әлем желіде жазылған. Ал Сыр шаһарының кейбір тұрғындары тәртіпті де айыппұлды да ескермейтіндей. Келесі кадрға назар салсақ. Қала келбеті тек сәнді сәулетті үйлермен, жасыл желекті саябақтармен өлшенбейді. Күн сайын көркейіп келе жатқан Қызылорда қаласының ажары оның тазалығына да байланысты екенін ұмытпаған жөн. Тазалық табалдырықтан басталады. Тазалықты жасамайды, қайта оны ұстап тұрады. Өз аулам таза, көше лас бола берсін деген пайымнан арылсақ, шетелдік әсем қалалардан кемшіл тұсымыз қайтса. Сол себепті дәл бүгіннен бастап, дәл осы уақытта қоқысты белгіленбеген аумаққа тастамаңыз.